Егемен Қазақстан газетінің тілшісі Астанада обырды ерте анықтау мен емдеудің жолдары талқыланды атты мақаласында көптің көкейінде жүрген сұрақтарға жауап іздейді. Мақаладан ұққанымыз тек біздің елімізде ғана емес, бүкіл әлемде әйелдердің сүт безінің қатерлі ісігі, өкпе обыры мен асқазанның қатерлі ісігі жиі кездеседі екен. Дәрігерлер онкологиялық аурулардың ең басты себептеріне тұқым қуалаушылықты жатқызғанымен, экология мен дұрыс тамақтанбау, салауатты өмір салтын ұстанбау да дерттің дендеуіне жол ашып отырғанын айтады. Бұл аурумен күресте жаңа технологиялардың орны ерекше екені анық. Мақала авторы Майгүл Сұлтан осы мәселе жөнінде Астанадағы онкология орталығының бас дәрігері Мұхтар Төлеутаевтың пікірін келтіреді. Елбасы атап өткендей, біз онкология саласының нейрохирургия және кардиохирургия ұлттық орталықтары жеткен биікке жеткізуіміз керек. Бүгінде біздің мекемеде болсын, республика бойынша да онкологиялық ауруды анықтау мен емдеудің жаңа жолдарын мамандарымыз меңгеріп жатыр. Бүгін обырды ең ерте анықтайтын позитронды эмиссиялық томография Астана қаласында 3 болса, Алматыға 1 аппарат қосылды. Облыс орталықтарында да осындай озғы аппараттарды қою жоспарланып отыр. Бұған қоса, әр онкологиялық диспансерлерге сәулемен емдейтін аппараттардың соңғы түрі жеткізілмек. Бұл біздің халыққа жоғары деңгейде онкологиялық көмек көрсетуімізге мол мүмкіндік береді. Өз мақаласында Майгүл Сұлтан оқырман назарын скринингтік тексерулердің маңыздылығына да аударып отыр. Сөзі дәлелді болу үшін дәрігер маманның кеңесін жазады. Онкологияның бірінші және екінші сатысын емдеу қиын емес, сондай-ақ одан тез айығып кете алады. Үшінші сатысын да емдеуге болады, бірақ оған ұзақ уақыт пен көп қаржы жұмсалады. Ал төртінші сатысы өкінішке қарай емделмейді. Сол үшін уақытылы онкоскринингтен өтіп тұру керек. Осы аталған скринингтік, яғни алдын ала тексерулердің барлығын емханалар жүргізіп отыр. Толық ақпаратты көрермен өзінің емделетін терапевт дәрігерінен біле алады. Ал туризмді жарнамалау